Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті тәуелсіз отан арнасының көрермендері, бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Үлкен әулетке қатысты жаңалықтар әлі де желіден түспей келеді. Бұл жолы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билікте ұзақ болған қыздарының бірі Дариға туралы тың деректер пайда болды. Сонымен, Дариға Назарбаеваға тиесілі болған Астанадағы Думан қонақ үйі мемлекетке қайтарылып, аукцион арқылы сатылуға қойылды деп хабарлайды Дала Ньюс KZ арнасы. Бір қызығы, Назарбаева қонақ үйді 4,3 миллиард теңгеге сатып алған көрінеді. Ал аукционда ғимараттың старттық бағасы 41 миллиард теңге. Шешкен Лайф Телеграм арнасының мәліметінше, қонақ үй сатылатыны туралы ақпарат мемлекеттік мүлікті сатуға арналған электрон сауда алаңында пайда болған. 18 қабаттық ғимарат сол жағалауда орналасқан. Ішінде жалпы 211 бөлме, 2 президенттік люкс бөлме, бассейн, фитнес-клуб, батут паркі, боулинг орталығы бар. Аукцион 21 тамызда басталады. Сатып аламын деген адам алдымен 110 миллион теңге кепілдік жарна төлеуі керек. Дариға Назарбаева қонақ үйді DLS Group Қазақстан компаниясы арқылы басқарып отырған. Экс-президенттің қызы қонақ үйде 2007-2017 жылдар аралығында құрылтайшы болған. DLS Group Қазақстан 10 жыл бойы 2024 жылдың сәуіріне дейін Армания жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрылтайшысы болған. Армания қонақ үйді басқарып отырған компания. Қазіргі таңда Дариға Назарбаева Арманияның құрылтайшылар қатарында жоқ. Ғимарат қайтарылған активтерді басқару компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Бұл компания президенттің заңсыз иемденген активтерді қайтару туралы заңы негізінде құрылған. Өздеріңіз білетіндей, қаңтар оқиғасынан кейін елдегі дәл осы үлкен әулетке қатысы бар Тоқаевтың өз аузымен айтқан 162 олигархқа қатысты тың ақпараттар желіде есті. Олардың шетелге шығарған активтерін қайтарып алу мақсатында арнайы комиссия құрылып, тіпті мәжіліс депутаттары бұл жұмысқа тартылды. Ал енді дәл қазіргі сәтте мемлекет бюджетіне қайтарылған активтердің барлығы дерлік қай мақсатта және кімнің нақты бақылауында отырғаны туралы дереккөздер әртүрлі ақпараттар айтып жатыр. Дегенмен де бұл қайтарылып жатқан активтер түрлі ғимараттар болсын, тіпті кешегі Қайрат Сатыбалдының өзі мемлекетке қайтарып берген дүниесінің барлығы әрине кезіндегі дәл осы жерде халықтың қазынасынан алғаны сөзсіз. Тіпті Қайрат Сатыбалды халық алдында кешірім сұрап, абақтыдан шығу үшін де миллиардтарын берді емес пе? Дәл сондай жағдайды осыдан бір жыл бұрын Қайрат Боранбаев жасап еді. Ал енді Қайраттар абақтыдан шыққан сәтте тағы кімнің ұсталуы мүмкін деген сұрақ туындайды. Жаңа Қазақстан ескіні әбден құстырды. Алдағы уақытта да бұл жалғасын табады дейді даурыққан жүйеге қарсы біршама саяси топтар. Активтерді қайтару мәселесі бұл үлкен тақырып. Ал енді негізгі мәселеге оралайық. Яғни бүгінгі шығарылымға қатысты Дариға туралы және Назарбаевтың қыздары туралы ақпараттар жоқ емес. Мұны айттық. Ендеше солардың тағы бірі инсайттық дерек ретінде қарастырылған бұл Әлия мен Дариғаның арасындағы өзара дау. Отбасылық проблемалар әрине үлкен әулетте де бар екені даусыз. Кез келген отбасыда болатын ыдыс-аяқтың сылдырлауы бұл әулетке де қатысты болып отыр. Әлия мен Дариғаның арасында тараптар бітімге келуден бас тартқан дейді инсайттық деректер. Сонымен, Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен және кіші қыздары Дариға мен Әлия арасындағы қырғиқабақ соғыс аяқталатын түрі жоқ. Назарбаев Олимптен тайғаннан кейін әулет үлкендері Дариға мен Әлияны татуластырғысы келген. Себебі Назарбаевтың отбасы ішіндегі кикілжің қазіргі жаңа Қазақстан жағдайында оларға мүлде қажет емес. Алайда сіңлілердің бір-біріне деген өкпесі тым ауыр сияқты дейді жағдаймен жақсы таныс Дала инсайт дерек көзі.
Олардың жанжалы Дариға Назарбаеваның ұлы Айсұлтанның есірткіге тәуелді болуынан басталған еді. Анасынан қашып кеткен Айсұлтанды Әлия өз қамқорлығына алады. Артынан Дариға баласын алып кетуге келгенде Әлия оның баланың психикасын бұзды деп айыптаған. Сол кезде Назарбаевтың үлкен қызы Дариға әулетке есірткіні алып келген сенсің деп кіші сіңілісі Әлияға жұдырық жұмсаған деген ақпарат бар. Артынан Дариғаның роб операторына шабуылы басталды. Әу баста өзінің қол астында істеген Санжар Боқаевты роб пен утил алымға қарсы қойған осы Дариға Назарбаева болатын. Ал өздеріңіз білетіндей роб операторының төбесінде тұрған бұл Әлия Назарбаева болатын. Осыдан кейін сіңлілер араласуды қойып, әулеттің тойы немесе өлім жітімдерінде бір-бірінен аулақ жүретін болған. Таяуда оларды татуластырмақ болған туыстарының әрекеті сәтсіз аяқталды. Назарбаевтың көзі тірісі кезінде ғана олардың қыздарына қауіпсіздік гарантиясы бар. Ислам Кәрімов өлгеннен кейін оның қызы жалғанды жалпағынан басқан Гүлнар Кәрімованың қандай күй кешкені, абақтыда отырғанын бәріміз білеміз. Сондықтан да том-том болып жиналып қойылған біраз қылмыстық істің қозғалмай жатқаны да уақытша ғана дейді дереккөз. Дала инсайт кезінде Қазақстанды уысында ұстаған отбасының былықтары туралы аз жазған жоқ. Жақында Дариғаға қатысты тағы бір инсайттар дайындалуда деген еді. Әрине Дариға Назарбаева да билікте ұзақ отырғанын білеміз. Сенатты да басқарған кезі бар. Және ол президенттікке кандидат ретінде де қарастырылған еді. Көпшілік Дариғаны Назарбаевтан кейін таққа келеді деп болжады. Алайда қаңтар оқиғасы бұл сценарийдің күл талқанын шығарғанын білеміз. Қарапайым халықтың 30 жылғы биліктен шаршағанын және келмеске кеткен жүйені енді қайтып көргісі келмейтінін толық ескерткен болатын. Билік содан кейін біршама жағдайларды түзетуге өзінше іске кірісті. Жаңа Қазақстан деген термин пайда болды. Екінші Қазақстан, екінші республика деген сөздерді де жиі естіп жатармыз. Бұл әрине жемқорлыққа батқан ескі жүйені айыптау, тіпті бетке басып тұрып айыптау деуге болады. Себебі бұл сөздердің барлығы мемлекеттің жоғарғы басшыларының ауыздарынан шыққан сөздер еді. Кезінде өздері қызметте болған сол жүйені кейін осылай деп, яғни сынап тұрып айтқан болатын. Ал дәл сол ескі жүйеде қалған өзге олигархтар, өзге азаматтар әлі де болса биліктен үмітті. Солардың арасында Дариғаның да есімі айтылады. Ал олардан бөлек Әлия Назарбаеваның да соңғы кездері жаңалықтардан түспей жүргенін білеміз. Ал роб операторына қатысты мәселе аяқталды десек те, Әлияның әлі де біраз былықтары ашылуы мүмкін. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.